Гена. Қазақстанда неге жекпе-жек өткізбейсіз? Барлығымыз жиналып, плакат, баннер жасап, бар едік қой қолдап. Бұл сұрақтың жауабын Экспресс-ка жариялады. Triple G кәсіпқой бокстағы алғашқы жекпе-жегін 2006 жылы бастады. 16 жылдың ішінде 40-тан астам кездесу өткізді. Алайда соның біреуі де елде өтпеді. Белгілі спорт комментаторы Ермұхамед Мәулен былай деді: оны Гена шешпейді, промоутер деген бар. Ұйымдастырушы, оған бокстың қайда өтетіні маңызды емес, бастысы қорапта бақша табу. Қазақстанда жарнама берушілер өте аз. Ары кетсе екеу-ақ табылады. Бірақ бұл кәсіпқой бокс үшін өте аз. Егер Big Drama Show Қазақстанда өтсе, оны қай телеарна түсіреді? Біздің арналарда ондай әлеует жоқ. Ондай мәселе біздің футболда да бар екен. Ел ішіндегі матчтарды 7-8 ойыншық камерамен түсіреді, ал халықаралық ойындарға келгенде шетелден жылжымалы студия шақыруға мәжбүрміз. Айтпақшы, 8 сәуірде Гена 40 жасқа толады.